Сиқыршының шәкірті. Бір кедей әйел мен баласы орманда келе жатып адасып кетеді. Кешке таман орманда найзағай жарқылдайды. Кенет олар бір қамалды көреді. Тезірек кетейік дейді қорқып кеткен әйел. Бұл жердің сиқыры бар деуші еді. Осы кезде қайдан тап болғаны белгісіз қамалдың иесі қорқынышты сиқыршы шыға келеді де оларды өлтірмекші болады. Әйел еш абыржымастан, тоқтай тұр, сені әдейі іздеп келдім. Ұлымды өзіңе шәкірт етіп, өнеріңді үйретші дейді. Сиқыршы әйелдің сөзін мақұл көріп, жарайды, тек 1 жылдан кейін келесің, ұлыңды танысаң, алып кетесің, тани алмасаң, ол осында мәңгілікке қалады дейді. Сиқыршы балаға ештеңе үйреткісі келмейді. Таңертеңнен кешке дейін өзінің жұмысын істете береді. Бала сиқыршының қамалдағы бір бөлмеге кіріп шығып жүретінін байқайды. Бір күні сиқыршы айдаһарға айналып ұшып кетеді. Осы сәтті пайдаланып, бала құпия бөлмеге кіреді де сиқырға үйрететін кітапты тауып алады. Ол кітапты оқып, сиқыр өнерін үйрене бастайды. Көзді ашып жұмғанша 1 жыл өте шығады. Байғұс әйел, ұлымды тани алам ба, тани алмай айырылып қалам ба деп үрейленіп жолға шығады. Жолай оған бір ергежейлі адам кез болады. Ол мейірімді сиқыршы еді. Армысыз шешей, дейді ол. Сіздің неге қиналып жүргеніңізді білем. Ұлыңызды атқа айналдырып жіберген. Аттың жүгенін жұлып алсаңыз, сиқыр дуаның күші жойылады. Ол әйелге бір шөкім сұлы беріп, не істеу керектігін үйретеді. Әйел ризашылығын айтқанша, ол көзден ғайып болады. Әйел қатыгез сиқыршыға келеді. Сұлыны қолына ұстап, ұлым қайдасың деп айғайлайды. Осы кезде ауланың арт жағынан боз аттың кісінеген дауысы естіледі. Ұлыңды көре алмайсың деп айғай салған ашулы сиқыршы ақбоз атқа қарғып мініп, қақпадан ырғып шығып кетеді. Сол кезде ағаштан ергежейлі адам секіріп түсіп, аттың жүгенін сыпырып алады. Сол сәтте ат балыққа айналып өзенге шоршып түседі. Сиқыршы да жалма-жан балыққа айналады. Олар әбден шайқасады. Ақыры сиқыршы жеңіледі. Сиқыршы әп-сәтте қарғаға айналып кетеді де, ал бала түлкіге айналып қарғаның басын қыршып алады. Сөйтіп олар арам ниетті сиқыршыдан құтылады. Қуанышы қойнына сыймаған анасы мен баласы мейірімді сиқыршыға рахметін жаудырып, аман-есен үйіне қайтады.